Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді әрі тез дайын болатын пирог пісіреміз. Ол үшін бізге қант, 4 жұмыртқа, сүт, сұйық май, ұн және разрыхитель керек болады. 4 жұмыртқамызды жарып аламыз, үстінен қантымызды салып миксерлейміз. Бір-екі минуттай миксерлейміз және үстінен сұйық майымызды, сүтімізді құйып тағыда миксерлейміз. Ұнымызды салып тағыда миксерлейміз. Ұнның ішінде разрыхитель бар. Пирогымыздың қамыры дайын. Подносымыздың үстіне пергамент немесе фольга төсейміз. Менің подносым төмен болғандықтан осындай форманы пайдаландым. Сіздердің подностарыңыз биік болса, онда форманы пайдаланудың қажеті жоқ. Форманың размері 30-40. Дайын болған тестамызды осылай құйып шығамыз. Барлығын біркелкі болғанша түзулейміз. 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Пирогымыз пісіп шықты. Піскен немесе піспеген шпажканың көмегімен тексеріп алыңыздар. Дайын болған ыстық пирогымыздың бетіне сахарный пудраны себеміз. Және жан-жағын пышақтың көмегімен кесіп, форманы алып тастаймыз. Ешқандай қиындықсыз үйдегі заттармен жасалатын пирогымыз дайын. Өте жұмсақ, шайға жасап көріңіздер. Үлкендерге де, балаларға да өте қатты ұнайды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ шығады. Сіздермен болған қымбат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.